Саламатсыздар ма, 3-ші сынып оқушылары? Математика сабағы. Тақырыбы ішкі жиын. Ауаның құрамындағы су. Сабақтың мақсаты: сандар жиынының ішкі жиындарын элементтердің берілген немесе оқушылардың өздері анықтаған қасиеттері бойынша құру. Алдымен балалар, кестеде жазылған амалдарды орындап, шыққан нәтижелерді өсу ретімен қойсаңыздар, мақалды табуға болады. Тапқан мақалды оқып, мағынасын түсіндіріп көр. Егерде мақалды дұрыс тапсаң, суға қатысты мақалды оқуға болады. Келесі тапсырма: жиындар тақырыбына арналған тапсырма. Сандар жиынының ішкі жиындарын элементтердің берілген қасиеттері бойынша құрап жаз. А жиынында берілген элементтердің ортақ қасиеттерін ескере отырып, ішкі В және С жиындарын құра. Судың ластану көздері: өнеркәсіптік тазартылмаған су, коммуналдық шаруашылық, ауыл шаруашылығының өндірісінің тазартылмаған суы, көліктің әсерінен сулар ластануы мүмкін. Осы берілген өрнектерді дұрыс анықтап, сулардың ластануына кедергі жасайық. Келесі тапсырма оқулықтарыңыздағы 7-ші тапсырма. Сіздерге сөз есеп берілген. Осы сөз есепті мұқият оқып, шартын және шешуін, жауабын табыңыздар. Егер шүмек дұрыс жабылмаса, тәулігіне 20 литр су ағып кетеді. Балалар мектепте 3 шүмекті дұрыс жаппай ұмытып кетсе, бір тәулікте қанша литр су ағып кетуі мүмкін? 2 тәулікте ше, 3 тәулікте ше? Балалар, есепті шартын құрастырып шешуін табу арқылы, балалардың қанша суды босқа ағызып жіберу мүмкін екен анықтауға болады. Балалар, естеріңізде болсын, суды үнемдеп пайдалану қажет. Келесі тапсырма: көп бұрыштардың қабырғаларының ұзындығын өлше және олардың периметрлерін тап. Осымен бүгінгі сабаққа арналған тапсырмалар аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.